саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулықтайм, елімнің денсаулығы үшін. Құдайдың әлемінде көптеген кереметтер бар. Біз оларға үйреніп қалғанымыз сонша, оларды байқамайды қалдық. Осындай таңғажайып кереметтердің бірі су. Біз онымен күнде байланыста боламыз. Онсыз өмірімізді елестету мүмкін емес. Бірақ біз судың денсаулығымыз үшін қаншалықты маңызды екенін түсінеміз бе? Бұл біздің денеміз үшін судың маңыздылығы туралы бүгін талқыланатын болады. Сәлем достар, сіздермен бірге Бақыт Лайф арнасында саулық тайм тақырыптары. Қош келдіңіздер. Бар жоқ, бір стакан суда таудай көп ыдыс жуғаныңызды елестетіп көріңіз. Ол ыдыстардың бәрі жаңағындай бір стакан сумен таза бола ма? Сіз оны дұрыс жуа аласыз ба? Әрине жоқ, солай емес пе достар? Енді тағы бір мәселені қарастырайық. Су тек ыдыстарды ғана емес, адам ағзасында тазартады. Су табиғи тазартқыш рөлін атқарады. Егер біз жеткілікті мөлшерде су ішпесек, онда біздің денеміз ішкі жағынан нашар жуылған ыдыс сияқты тауына ұқсайды. Судың жетіспеушілігі адам ағзасының көптеген өмірлік маңызды функцияларының қалыпты жұмысын бұзады. Толығымен жойылу керек нәрсе денеде қалады және оны уландырады. Көпшілігіміз суды жеткілікті ішеді деп қатты қателесеміз. Тұрғындар арасында жүргізілген сауалнама керісінше. Біздің еліміздің тұрғындарының көпшілігі суды ғылымдар ұсынғаннан әлдеқайда аз тұтынады екен. Біз көбінесе енді шай ішеміз, көптеген енді сусындар ішеміз, газдалған сусындар ішеміз. Оның бәрі енді шөлдеген кезде ішеміз ғой. Біз енді су ішіп жүрміз деп ойлаймыз. Бірақ ол дұрыс емес ой пікір екен достар. Суды жеткіліксіз қабылдауды көрсететін ең таңғаларлық көрсеткіштердің кейбірі ауыздан жағымсыз иіс, көзге көрінетін терінің иісі, жағымсыз түсті және зәрі иісі. Дегенмен сіз қарсылық білдіре аласыз. Күндізгі уақытта қарапайым адам жеткілікті сұйықты ішеді дейсіз. Солай ғой. Мысалы, қазіргі уақытта көп мөлшердегі алкогольсіз сусындарды тек балалар ғана емес, ересектер мен жастар да ішеді. Көптеген ересектер судан гөрі сыраны жақсы көреді. Сонымен қатар шай, жаңа айтайық жоғарыда, соған қоса кофе және басқа да кәдімгі сусындар судың баламалы алмастырғыштары болып табылады деп саналады. Диетологтар бұл пікірдің қате деп санайды екен. Мінекей достар, бұл ой пікір қате. Дене шын мәнінде таза суды қажет етеді. Қарапайым таза су. Ештеңкемен араласпаған, тек су. Адам мейрамханаға келгенде не болады? Даяшы, не ішесіз деп сұрағанда, ол өзінің денесіне не қажет екенін ойлай ма? Ойлап көріңіз, даяшы сіздерден сұраған кезде не ішесіздер деген, сіз ойланасыздар ма? Өте сирек жағдайларда адам жай ғана суға тапсырыс береді. Оның орнына адамдардың көпшілігі алкогольсіз сусындарға олардың денеге суға қарағанда әлдеқайда пайдалы екенін түсінбей тапсырыс береді. Солай ғой. Киелі кітап бізді денемізді күтуге шақырады. Денеге қамқорлық біздің ішкенімізден де көрінеді. Жаратушымыз бізді денсаулықты жақсартатын және сол арқылы Құдайды мадақтайтын нәрсені ішуге шақырады. Інжілде біз былай деп оқимыз. Ендеше ішсең де, жесең де, не істесең де, мұның бәрін Құдайды мадақтау үшін істе. Таза су бұл сөздерді орындаудың ең жақсы жолы. Неліктен қарапайым таза су соншалықты маңызды деп ойлайсыз? Автокөлік салқындату жүйесінде сұйықты болуына қаншалықты тәуелді болса, біздің денеміз суға тәуелді. Адам ағзасында қанша су бар деп ойласаңыздар, көпшілігіміз енді таң қалатын боламыз. Орташа адамның денесінде шамамен 60% су бар, орташамен. Ал баланың денесінде одан да көп су бар, 75%. Ал сіз өзіңіз қаншалықты су ішесіз? Балаңызға сіз қаншалықты су бересіз? Әсіресе жазды, күн ыстық күндері сіз жеткілікті су бересіз оған. Жиі мен айналада саябақтарда кездесем, балалардың қолында неше түрлі жаңағындай кола, енді фьюз чай дегенде жай қарапайым сусындар. Сенгісіз, бірақ шындық, біздің миымыз 80% судан тұрады. Мінекей достар. Су сіздің денеңіздің барлық өмірлік қызметі үшін өте маңызды. Соның ішінде тыныс алу, ас қорыту, сілекей және лакримация, температураны реттеу, буындардың
икемділігі және тағы басқа. Иә, әрине бүгін бізге сусындардың алуан түрі ұсынылады. Дүкенге кірген кезде түрлері бар. Бірақ сіз ол кезде қарапайым суға назар аудармайсыз. Әсіресе бүгін энергетиктер көп ішіледі, әсіресе жастармен. Бір бейне жазба көрдім. Енді гаражда, машина жөндейтін жерде. Бір бұрышта сонда енді үй соғуға болады энергетиктердің. Бір адам соншалық энергетик ішіп тастағанда, ертеңгісін оның жүрегімен не болады екен? Ол шөлімді қандырып жүрмін деп ойлаймын, білмеймін, бүгін жастар, адамдар немен ойланатын. Олардың дәмі суға қарағанда жақсырақ, әрине. Және одан да тартымды. Бірақ ғылыми зерттеулер судан жақсы және пайдалы сұйықтық жоқ екенін растайды. Ас қорыту жүйесіне түсінетін тағамды сіңіру керек. Айтпақшы, бұл үшін су қажет. Мүмкін алкогольсіз сусындар судан да жақсы болуы мүмкін бе? Сіз енді осындай сұрақ туындайтын шығар сіздерде. Қорытынды жасамас бұрын олардың құрамын зерттейміз. Кейбір сусындарда кейде 8 шай қасық қант болады. Егер сіз салмақ қосқыңыз келсе, онда олар сізге арналған, достар. Басқа сусындарда асқазанда тұз қышқылының бөлінуін арттырады. Бұл күйдіруге, асқазанның шырышты қабығының тітіркенуіне, қабынуына және нәтижесінде асқазан жарасына келеді екен. Мысал ретінде өзімнің көкемді мысал келтірейін, достар. Кезінде сонша ішімдік ішетін, алкоголь. Кейін асқазан енді язбаға айналды. Кейін қанша рет операция істелінді. Біраз дамдылық білдіріп, өзін қолын ұстап жүрді. Бірақ күндердің бір кезінде енді қайттан салынып кетті. Ұзақ жылдар ұсталып жүрді өзін. Бірақ кейін қайттан ішімдікке салынып кетті. Ішіп жүрген кезде азып кеткен еді. Кейін операциядан кейін кішкене ретіне келген еді. Қайттан ішімдікке салынып кеткен соң қайттан азып кетті. Бүгін сіздердің айналаңызда, болмаса көптеген адамдардың айналасында бұндай жағдайлар жиі кездеседі. Бүгін адамдар жарайды, алкогольсіз сусын ішіп жатырмын ғой, бұдан ештеңке кедергісі жоқ, ештеңке етпейді деп бүгін ойланбайды адамдар, әсіресе жастар. Адамдар егде жасқа келген кезде ғана, денесінің бәрі ана жері, мына жері ауырған кезде ғана денсаулық жайлы ойлана бастады ғой. Ойланып қатты мазасыз болады. Солай емес пе? Ал жас кезде кім ойланады? Бір-бірінің алдында крутой болғысы келеді. Бір-бірінің алдында, керемет энергетик жатыр екенсің ғой, маған да алмадың ба деп. Өкінішке орай, сондайдың жағдайлар салдарында бүгін көп адамдар ауруханаларда жатыр. Дәрігерлердің өздері ондайға кеңес бермейді, ондай заттарды ішуге. Қышқылдың түрі дененің кальций, жаңағындай қарларын жояды және осылайша сүйектердің сынғышына әкеледі екен. Көптеген сусындардың калориялары соншалықты жоғары, дене оларды кәдімгі тағам сияқты сіңіруге мәжбүр. Адамның негізі тағамдардың арасында 4-5 сағат болу керек. 4 сағаттай тамақ қорытылу керек, кейін 1 сағаттай асқазан демалу керек. Біз сондай сусындарды ішкен кезде асқазан енді оны тағам ретінде қабылданады екен деп, ішіндегі асқазанның сіздің жұмыс істеп жатады ғой, бәрін қорытып енді ірітіп дегендей. Ішінде сонда кислоталар бар ғой сіздерде. Ал ойлап қойыңыздаршы, ол істің бәрі тоқтайды. Ішіңізге тағам түскен, енді тамақ түсті деп ойлайды ғой. Асқазан ішіндегі бәрі тоқтайды да, жаңа нәрсе түседі, кейін жаңамен ескісі айналып, енді ойлаудың өзі ондай, қандай жеркенішті достар. Ал соның бәрі сіздің асқазаныңызда болып жатыр. Кейін аурудың бәрі қайдан пайда болады дейсіз. Изжога деген, достар. Сондықтан тамақтардың арасына негізі перекус дейді ғой енді. Бір нәрсе ауызға салмаңыз, достар. Қарапайым су ішіңіздер. Күніне адам 7-8 стакан су ішу керек. Сонымен жаңа айта кеткенде көптеген сусындардың калориялары соншалықты жоғары, дене оларды кәдімгі тағам сияқты сіңіруге мәжбүр екен. Артық калория салмақтың өсуіне, қандағы қанттың ауытқуына және ас қорытудың бұзылуына ықпал ететіні белгілі, достар. Мінекей осындай анықтамамен бүгін, достар, бағдарламамыз аяғына келді. Сіздермен бірге болған саулық тайм тақырыптары Бақыт Лайв арнасында. Келесі жолы сіздермен бірге осы тақырыптың жалғасын жалғастырамыз. Біздің бағдарламаларды өткізіп алмаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Және де, достар, сұрақтарыңыз болса, бізге жазыңыздар, жауап беруге тырысамыз. Лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар. Алла тағала сіздерге жар болсын.